Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақтың темасы көп ағзаларды көбейту. Теманы мысалдар текарында көріп шығамыз. Міне бірінші мысалдан бастайық. Бұл мысалда бір ағзалы мен көп ағзаның көбеймесі берілген. Қостырма сыртында тұрған бұл бір ағзалы қостырма оң жағында берілуі мүмкін. Енді бір ағзалы менен қостырма арасында көбейту белгісі жазылмаса да көбейту белгісі бар деп қаралады. Енді көбейту қалай орнады? Қостырма сыртында тұрған бұл бір ағзалы қостырма ішіндегі көп ағзалының har бір ағзасына шептен басып ізбездікте көбейтіп шығылады. Көбейткенде бірінші нәубетте алдында белгілерінен бастаймыз. Егер алдында белгілер болмаса, яки екінің алдында плюс, яки екінің алдында минус белгісі болатын болса, ол уақытта көбейме нәтижесінде келіп шығатын бір ағзалының алдында белгісі плюс болады. Ал керісінше белгілер әрқилы болса, минус плюс яки плюс минус болатын болса, онда көбейме нәтижесінде келіп шығатын бір ағзалының алдында белгісі минус болады. Қазір бұны әмелде көреміз. Не қостырма сыртында тұрған бұл бір ағзаның алдында белгісі минус. Енді бірінші қостырма ішіндегі бірінші ағзасына, яғни алтау көбейтетін болсақ, белгілер әрқилы. Бұның біріншінікі минус, екіншінікі плюс болатын болса, белгісі болмаса плюс деп қаралады. Белгілер әрқилы болса, онда көбейме нәтижесінде келіп шығатын бір ағзаның белгісі минус болады. Минус деп жазамыз. 0,3 көбейтілген 6 дейміз. Енді кейінгі ағзасына көбейтетін болсақ, 0,3 м. Алдында белгілер екеуінде де минус, онда екі минус болғаны үшін екі плюс болып кетеді. Плюс 0,3 көбейтілген м деп жазамыз. Тең. Енді har бір ағзаны стандарт түрге келтіреміз. 0,3-ті 6-ға көбейтсек, минус 1,8 болады. Кейінгісі қосылған 0,3 м. Көбейме толық орнанды. Енді екінші мысалда. Енді бұл мысалда көп ағзалыны бір ағзалы көбейтуіміз керек. Көбейтуде, демек, бұнда да бір ағзалыны қостырмадағы шептен бастап ізбездікте көбейтіп шығамыз. Бірінші һәм екінші. Бұл бірінші орнады, бұл екінші. Көбейтеміз. Демек, бірінші белгіден бастаймыз. Бұл бір ағзалының алдында белгісі жоқ, плюс деп қаралады. Қостырмадағы бірінші ағзаның алдында минус. Минус пен плюс, онда минус болады. Минус 4-ке енді 4b-ны көбейтіп жазамыз 5a-ға. Енді 3c-ға 5a-ны көбейтіп жазамыз. Қосылған енді екінің арасында алдында. Енді екінің алдында белгілер плюс болғаны үшін нәтижесі плюс болады. 3c көбейтілген 5a. Енді har бір ағзаны стандарт түрге келтіреміз. Минус 4-ке 5-ті көбейтсек 20, a, b деп жазамыз. Кейінгісі қосылған 3-ке 5-ті көбейтсек 15 a, c. Har бір ағзасын стандарт түрге келтірдік. Кейін мысалда бір ағзаны көп ағзалы көбейтуіміз керек. Белгілерінен бастаймыз. 2ab, a белгілері плюс, онда 2ab көбейтілген a деп жазамын. Кейінгісі енді біріншінікі плюс, екіншінікі минус болса, әрқилы болған үшін алдында енді минус белгісін жазамыз. Минус 2ab көбейтілген 4ab. Кейінгі ақырғы ағзасы екеуінде де плюс, 2ab плюс 3. Екеуі плюс болған үшін да алдына плюс деп жазамыз. 2ab көбейтілген 3. Енді har бірін стандарт түріне келтіруіміз керек. Бірінші ағзасына бастаймыз. 2, a 2 мәрте тәкрарлама тұрыпты, a-ның квадраты b деп жазамын. Кейінгісі енді 2 мен 4 көбейтсек 8, минус 8, a 2 мәрте тәкрарлама тұрыпты, a-ның квадраты b квадрат болады. Кейінгісі 2 3 көбейтеміз, қосылған 6ab. Енді кейінгі төртінші мысалды. Көп ағзалыны бір ағзалы көбейтуіміз керек. Демек, бұл қостырма сыртында тұрған бір ағзалыны қостырмадағы шептен бастап har біріне көбейтіп шығамыз. Бірінші белгілерінен бастаймыз. Қостырма сыртында тұрған бұл бір ағзалының белгісі минус, қостырмадағы бірінші ағза плюс. Плюс минус минус болады. Онда минус деп жазамын. Минус 5n квадрат бірінші ағзаны көшіп жазамыз. Көбейтілген 4nm. Енді қостырмадағы екінші ағзаның алдында минус, ал қостырма сыртындағы минус. Минус пен минус көбейтілген уақытта плюс болады. Плюс 3nm квадрат көбейтілген 4nm. Енді har бірін стандарт түріне келтіруіміз керек. Минус 5 пен 4 көбейтсек 20,
n 2 мәрте текрарланып жатырды, n-нің квадрат n. Демек, n-нің 3-ші дәрежесі болады. m квадрат. Қосылған 3 пен 4 көбейтсек 12 n квадрат m куб болады. Кейін мысалда, енді бір ағзалыны көп ағзалы көбейтуіміз керек. Белгілені бастаймыз. Минус плюс минус болады. Минус 3x квадрат көбейтілген 4x куб. Енді минус пен плюс бұл да минус болады. Минус 3x квадрат көбейтілген 5x квадрат. Кейінгісі минус пен минус плюс болады. Плюс 3x квадрат көбейтілген 6x тең. Енді әрбірін стандарт түріне келтіреміз. 3 пен 4 көбейтсек 12 болады. Минус 12 x квадрат x куб. Дәрежелерін қосамыз. 2-3 қосақ x-тің 5-ші дәрежесі болады. Алынған 3-ті 5 көбейтсек 15. X-тің 2-ші дәрежесі, x-тің 2-ші дәрежесі. Демек, x тикарына жазып, 2-2-ні қоссақ 4 дәрежесіне 4 жазамыз. Қосылған 3-ке 6-ны көбейтеміз. 18 x квадрат x, яғни x-тің 3-ші дәрежесі болады. Көп ағзаның әрбір ағзасын стандарт түріне келтірдік. Кейін мысал өтеміз. 6-шы мысалда бір ағзалы мен көп ағзалының көбеймесі берілген. Енді бұл көбеймені тезірек хесаплау үшін қосырма сыртында тұрған бұл бір ағзалыны қосырмадағы көп ағзалының әрбір ағзасына көбейткенде көбеймелерді бірден хесаплап кетуге әрекет етеміз. Оның үшін бір ағзалар көбейткенде бірінші белгілерінен бастаймыз, кейін саналарды, кейін әріптерге өтеміз. Енді бұл бір ағзалыны қосырмадағы әрбір ағзасына көбейтетін болсақ, бірінші ағзасынан бастаймыз. Белгілерінен бастасақ, екінің алдында минустар плюс болады. Плюс болса бірінші жазған уақытта плюс белгісін жазу шарт емес. Енді саналарға өтетін болсақ, 2-3-ті көбейтеміз, 6 болады, 6 деп жазамыз. Енді әріптер. А-Б куб, А-ның 7-ші дәрежесі. Көбейткенде, демек, тәкрарланушы әріптерді бір тикарға аламыз. А тикарына А жазып, енді А-ның 1-ші дәрежесін, А-ның 7-ші дәрежесін көбейткен уақытта дәрежелерін қосатын ойнадық. 1-ге 7-ні қоссақ 8 болады. Енді бұның 3-ші дәрежесін өзін жазып қоямыз. Енді екінші ағзасын өтеміз. Белгілерінен бастаймыз. Минус плюс минус болады. 2-ге 8 көбейтеміз. 16. Енді әріптер көбейтеміз. А, А-ның 5-ші дәрежесі. Тәкрарланып бір тикарға аламыз. 1 дәрежесі біріншінікі 1, екіншінікі 5. 1-ге 5 қоссақ 6 болады. Енді бұның 3-ші дәрежесін, бұның 4-ші дәрежесін көбейткенде, бұның 7-ші дәрежесі болады. Екінші ағзасында көбейтіп болдық, енді 3-ші ағзасында көбейтеміз. Демек, белгілерінен бастаймыз, екінің алдында белгісі минус, минустар плюс болып кетеді. Енді 2-ге 9 көбейтетін болсақ, бұл 18 болады. Енді әріптер. А жоқ, А-ның өзін жазамыз, тәкрарланбайды. Бұның 3-ші дәрежесі, бұның 8-ші дәрежесі. Көбейтетін болсақ, бұның 11-ші дәрежесі болады. Міне, көбеймені тезірек хесаплауға әрекет етті. Кейін мысалы өтеміз. 7-ші мысал. Бұл мысалда көп ағзалы мен көп ағзалының көбеймесі берілген. Енді көп ағзалар қалай көбейтеміз? Көп ағзалар көбейткенде, бірінші қосырмадағы көп ағзалының бірінші ағзасын, екінші қосырмадағы көп ағзалының шептен бастап, әрбір ағзасына тәртіппен көбейтіп шығамыз. Бірінші, екінші. Бірінші ағзасын көбейтіп болғанымыздан кейін, енді бірінші қосырмадағы екінші ағзаны со тәртіпте, демек, екінші қосырмадағы әрбір ағзасына тәртіппен шептен бастап ізбезде көбейтеміз. Көбеймені хесаплайтын болсақ, А-ны А-ға көбейтетін болсақ, А-ның 2-ші дәрежесі, А-ның квадрат деп жазамыз. Енді А-ны минус 2 көбейтуіміз керек, минус 2А болады. Енді міне бірінші ағзасын көбейтіп болдық. Енді бірінші қосырмадағы екінші ағза, яғни 3-ті екінші қосырмадағы әрбір ағзасына көбейтеміз. 3-ке А-ны көбейтетін болсақ, белгілерін бастаймыз. Екінің алдында белгісі плюс, онда плюс 3А деп жазамыз. Енді плюс 3 минус 2. Белгілер әрқилы минус деп жазамыз. 3-ке 2-ні көбейтсек 6 болады. Көбейтіп алдық. Енді көп ағзаны стандарт түріне келтіруіміз керек. Bu yerде ұқсас ағза бар. Минус 2А плюс 3А. Бұларды енді ұқсастар жинайтын болса, 3А-дан 2А-ны аламыз. А квадрат 3-тен 2-ні алсақ, қосылған А болады, алынған 6.
көп ағзаны стандарт түрге келтірдік. Кейінгі мысалда да демек көп ағзалардың көбеймесін есептеуіміз керек. Демек, бірінші қосырмадағы бірінші ағзаны қосырманың екінші қосырмадағы har бір ағзасына көбейтіп шығамыз. X-ке x көбейтеміз, x-тің квадраты болады. X-ті y-ке көбейтеміз, қосылған x y болады. Минус a x-ке көбейтсек, минус a x, минус a-ны y-ке көбейтсек, минус a y. Көп ағзалы стандарт түрде көбейме толық орындалды. Кейінгі мысалда. Бұнда да демек көп ағзаны көбейтуіміз керек. Бірінші қосырмадағы бірінші ағзасын екінші қосырмадағы har біріне көбейтіп шығамыз. 2b-ні 4n-ге көбейтсек, бірінші саналардан бастаймыз. 2-ні 4 көбейтсек 8b-m деп жазамыз. Енді 2b-ні 3n-ге көбейтетін болсақ, бірінші саннан бастаймыз. 2 3 көбейтсек 6, қосылған 6b-n. Енді бірінші ағзасын көбейтіп болдық, енді екінші ағзасын көбейтеміз. С-ға 4m-ді көбейтсек, бірінші санды жазамыз, қосылған 4s-m. Енді с-ны 3n-ге көбейтуіміз керек, қосылған санды бірінші жазамыз, 3s-n болады. Ұқсас ағзалар жоқ, көп ағзалы стандарт түрде көбейме толық орындалды. Кейін мысалда. А-ны а-ға көбейтеміз, a-ның квадраты болады. Енді a-ны b-ға көбейтсек, қосылған a-b. Енді минус b-ны a-ға көбейтетін болсақ, белгілер әрқилы минус болады. Минус a-b деп жазамыз. Минус b-ны b-ға көбейтсек, минус b квадрат. Бұл жерде a-b, минус a-b. Бұлар қарама қарсы бір-біріне алынып нөлге тең болады. Үстін сызып тастаймыз. Стандарт түрде жазамыз. a квадрат алынған b квадрат. Кейін мысалда. Бірінші қосырмадағы бірінші ағзаны екінші қосырмадағы har біріне көбейтеміз. 3a-ны 5a-ға көбейтетін болсақ, бірінші саннан бастаймыз. 3-ке 5 көбейтсек, 15a-ға көбейтсек, a-ның квадраты болады. Енді 3a-ны минус 7-ге көбейтетін болсақ, белгілер әрқилы минус 3-ке 7-ні көбейтеміз, 21a болады. Енді 8-ді 5a-ға көбейтетін болсақ, белгілері бірдей, онда қосылған 40a деп жазамыз. 8 плюс 8 минус 7 минус болады. Көбеймесі 56. Ұқсас ағзалар бар. 40a минус 21a. 40-тан 21-ді алсақ 19a болады. Стандарт түрде жазамыз. 15a квадрат қосылған 19a. Бұл жерде 40-тан 21-ді алдық, 19a болды. Алынған 56. 12-ші мысалда. Демек, қосырма ішіндегі ағзалар көбейтеміз. Минус 5m-ді минус 6n-ге көбейтеміз керек. Белгілер бірдей, онда плюс болады. 5-ке 6-ны көбейтеміз. 30m квадрат. Енді минус 5m-ді минус 7-ге көбейтеміз керек. Бұнда да белгілер бірдей, плюс болады. Қосылған 5-ке 7-ні көбейтсек 35m. Бірінші ағзасын болдық, енді екінші ағзасын көбейтеміз. 2-ге минус 6m-ді көбейтсек, минус 12m болады. Енді 2-ні минус 7-ге көбейтетін болсақ, минус 14. Ұқсас ағзалар бар, жинаймыз. Бірінші 30m квадрат жазып аламыз. 35m минус 12m. Ұқсас ағзалар 35-тен 12-ні алсақ, 23 болады. Плюс 23m алынған 14. Енді кейінгі мысалда, енді бұл мысалда көп ағзалар берілген. Бірінші қосырмада 2 ағза, екінші қосырмада 3 ағза. Енді көбейткенде демек бірінші қосырмадағы бір ағзаны, демек бірінші ағзасын екінші қосырмадағы har бір ағзасына көбейтіп шығамыз. Бірінші ағзасын болғаннан кейін екінші ағзасына өтеміз. Көбейтіп бастаймыз. 2-ге 5 көбейтсек, 2-ге 5 көбейтсек 10a. Енді a квадрат көбейтсек, a-ның 3-ші дәрежесі болады. 2a 3a-ға көбейтуіміз керек. Белгілер бірдей, саналар көбейтеміз. 2-3 көбейтсек, қосылған 2-3 көбейтсек 6. Енді харфлер көбейтеміз. a-ны көбейтсек, a-ның квадраты b-ның өзін жазамыз. Енді 2a-ны минус 2b квадратқа көбейтуіміз керек. Белгілер әрқилы минус деп жазамын. 2-ге 2-ні көбейтсем 4 болады. a b квадрат өзін жазамыз.
Енді бірінші ағзасын болдық, енді екінші ағзасын көбейтеміз. Енді минус бұны 5а квадратқа көбейтуіміз керек. Мінеге минус деп жазамын да төменге жазамыз. Минус b плюс 5а квадрат болатын болса, белгілері әрқилы минус деп жаздық. Енді 5-тің өзін жазамыз. 5а квадрат b. Көбеймен есеплаған уақытымызда бірден есеплап бара жатырмыз. Демек, көбейткен уақытында көбеймен нәтижесіне, яғни бір ағзаны стандарт түрде жазып жатырмыз. Енді минус бұны 3а-ға көбейтуіміз керек. Белгілер әрқилы минус деп жазамын. 3-тің өзін жазамыз. Енді а, б тәкрарламай тұрып та, b-ның екінші дәрежесі деп жазамыз. Енді минус b-ны минус 2b квадратқа көбейтуіміз керек. Белгілер бірдей, плюс деп жазамын. 2 b-ның үшінші дәрежесі. Себебі b-ны b квадратқа көбейткен уақытта дәрежелерін қосамыз. 1-ге 2 қосақ, b-ның үшінші дәрежесі болады. Енді қараймыз, ұқсас ағзалар бар ма? Ұқсас ағзалар болса, астарын сызамыз. 6а квадрат b һәм минус 5а квадрат b ұқсас ағзалар. Одан кейін минус 4аб квадрат минус 3аб квадрат. Бұлар да ұқсас ағзалар. Ұқсас ағзалар жинаймыз. 10а көпті жазып тұрамыз. Енді 6а квадрат b минус 5а квадрат b болатын болса, белгілер әрқилы үлкеннен ішіне аламыз. 6-тан 5 жасақ 1 болады, үлкен алдына белгісі жазылады. Яғни қосылған 1-ді жазу шарт емес, а квадрат b деп жазамыз. Енді кейінгі ұқсас ағзалар. Минус 4аб квадрат минус 3аб квадрат. Белгілер бірдей, минус болған үшін екеуін қосамыз, бірақ алдына минус жазамыз. Минус 4-ке 3 қоссақ 7 болады. аб квадрат. Енді ақырғы ағзаны жазамыз. 2b куб. Көбеймелер есепладық, ақырында көп ағзаны стандарт түріне келтірдік. Кейін мысалда, енді бұнда да демек көп ағзалар көбеймесі берілген. Бірінші қосырмада 3 ағза, екінші қосырмада 2. Енді көбейткен уақытында бұнда да демек бірінші қосырмадағы әрбір ағзасын екінші қосырмада әрбіріне көбейтіп шықсақ болады. Бірақ ләжі барынша азын көбіне көбейту ансатлау болады. Енді көбейтетін болсақ, мына екінші қосырмадағы азын көбіне көбейтеміз. X-ті x квадратқа көбейтсек, x-тің кубы болады. X-ті минус 3x-ке көбейтсек, минус 3x квадрат болады. X-ті 5-ке көбейтсек, қосылған 5x. X-ті көбейтіп алдық, енді 4-ті көбейтеміз. 4-ті x квадратқа көбейтсек, қосылған 4x квадрат. 4-ті минус 3x-ке көбейтсек, минус 12x болады. 4-ке 5 көбейтеміз, қосылған 20 тең. Ұқсас ағзалар жинаймыз. X кубты жазып тұрамыз. Берді ұқсас ағзалар минус 3x квадрат һәм 4x квадрат. Бұл жерде және ұқсас ағзалар бар екен. 5x пенен минус 12x. Минус 3x квадрат плюс 4x квадрат болса, белгілер әрқилы алынады. 4-тен 3 алсақ 1. Үлкен алдында белгісі плюс жазамыз. 1 болса жазу шарт емес. Қосылған x квадрат дейміз. Енді плюс 5x минус 12x. Белгілер әрқилы үлкеннен кішіне аламыз. Үлкен алдында белгісін жазымыз керек. 12-ден 5 алсақ 7, үлкен алдында белгісі минус. Сонда минус 7x қосылған 20 деп жазамыз. Кейін мысалда, бұнда да демек көп ағзалардың көбеймесі берілген. Бірінші қосырмада 2 ағза, екінші қосырмада 3 ағзасын көбіне көбейтеміз. 3x-ті 7x квадратқа көбейтуіміз керек. Белгілер бірдей, санлар көбейтеміз. 3-ке 7-ні көбейтсек 21. X-тің квадрат болса, x-тің кубы болады. 1-ге 2-ні қосып атырмыз. X-тің 3-ші дәрежесі деп жаздық. Енді екінші ағзасына көбейтеміз. 3x-ті минус 4x y-ге көбейтуіміз керек. Бірінші белгілері әрқилы, онда минус деп жазамыз. 3-ке 4-ті көбейтсек 12x квадрат y болады. Енді 3x-ті минус 9y квадратқа көбейтуіміз керек. Санларды бірінші көбейтеміз. Белгілері әрқилы, минус деп жазамыз. 3-ке 9 көбейтсек 27. X y-тің квадрат деп жазамыз.
Бірінші ағзасын болдық, енді екінші ағзасын көбейтеміз. Қосылған дейміз, енді кейінгі ағзасы. 5y-ге 7x квадрат көбейтетін болсақ, белгілер бірдей, плюс деп жаздық. Енді 5-ке 7-ні көбейтеміз, 35x квадрат y. Екінші ағзасына өтеміз. 5-ке белгілер қарқилы минус деп жазамыз. 5-ке 4 көбейтсек 20 x y-дің квадраты болады. Енді үшінші ағзасына көбейтеміз. Белгілер қарқилы плюс минус. Минус деп жазамыз. 5-ке 9 көбейтеміз, 45 болады. Y-дің квадраты y-дің көбі болады. Енді ұқсас ағзаларды жинаймыз. Минус 12x квадрат y. Ұқсас ағзасы бар. 35x квадрат y. Кейінгісі және ұқсас ағзалар бар. Минус 27x y квадрат. Үйерде минус 20x y квадрат. Ұқсас ағзаларды жинаймыз. 21x көпті жазып тұрамыз. Енді минус 12x квадрат y плюс 35x квадрат y белгілер қарқилы үлкеннен кішісін аламыз. Яғни 35-тен 12-ні алсақ 23. Үлкен алдында белгісін жазамыз. Плюс болады. Плюс 23 x квадрат y деп жазамыз. Енді кейінгісі минус 27, минус 20. Белгілер бірдей, қосылады, бірақ алдында минус жазамыз. Минус 20-ға 27-ні қоссақ 47 болады. 47 x y-дің квадраты. Енді ақырғы ағзасын жазамыз. Минус 45 y куб. Міне достар, көп ағзалар үстінде көбейту әмелдерін орладық. Ұсынумен бүгінгі сабақты жұмақлаймыз. Видео пайдалы болған болса лайк басып, каналға ағза болып қойын. Кейінгі сабақтарда көріскенше.